Жоғары жетістік формуласы қарапайым ғана. Аламан және Саламат Еспулаев қазақтың төл табиғи өнімі мен қазақ батыры қысқа уақыт аралығында әлемдік аренаға көтерілді. Аламан өнімдері бұл тиімділіктің кепілі. Бұл допинг емес, бұл табиғи күшіңізді арттырушы. Көз алдымызда хас шебер ММА-да жасаған алғашқы қадамынан бастап дүниенің беделді ұйымында үздік 5 жауынгер қатарына кіріп отыр. Алда енді тек чемпиондық жекпе-жектер. Қазақтар сарыла күткен чемпиондық белбеуді де бірінші болып Саламат алып келеріне сенім мол. Ал бұл жолда оның сенімді көмекшісі болған Аламанның пайдасына көз жеткізер сәт келді. Біздің өнімді пайдаланып чемпион бол. Ол сенің де қолыңнан келеді. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Саламат Еспулаев туралы қысқа ақпарат. Американдық ПФЛ лигасының жауынгері 28 маусым күні әлемнің ең мықты лигаларының бірінде екінші кездесуін өткізетіндігін хабарлағанбыз. Аса мықты деген жауынгерлердің бірі AJ Маккеймен боларсын қарсаңында қазақ файтері Америкаға келіп жетті. Мұнда ол жергілікті Kings MMA Академия залында тәжірибелі мамандармен жұмыс жасайды. Аталмыш зал UFC файтері Бенеил Дариуштың жекеменшігі. Мұнда әлемнің түрлі жауынгерлік лигаларында өнер көрсететін спортшылар дайындық жасайды. Демек, мұнда өткізетін бір айдан аса уақытта Саламат өз деңгейін барынша көтереді деген сенім бар. Жалпы жауынгердің ресми өкілі Мақсат Қарымсақовтың айтуы бойынша Саламат дайындық жұмыстарының негізін Ақтөбеде аяқтаған. Осы қарсыласқа қарсы арнайы тактикалық жұмыстарда жүргізген. Америкадағы уақыттарда негізгі күш салмақ қууға бағытталады және функционалды дайындықты жетілдіру бойынша да аздаған жаттығулар өтпек. Өткен жолы Еспулаев туралы шығарылған материалда көрермендер асыра сілтеп мақтадың деп айыптауларды да көрдім. Енді қайтпек керек? Қазірден бастап тұқырту керек пе? Саламат дәл қазір мұхиттың арғы бетінде төбелесіп жүрген файтерлеріміздің арасында жеңілмеген жалғызы. ПФЛ-дағы дебютін сұмдық жасады. Енді ғана бастап келе жатқан жігіт қой. Әдетте мен сәтті келе жатқандарды аванспен мақтап аламын. Кезінде Жәнібектерді жетер жеріне жеткізіп мәртебесін аспандатқанмын. Жаман болған жоқ. Ал белгілі бір деңгейге жеткенде ғана сыни көзқараспен қарай бастаймын. Саламат туралы жиі айтып жатқан басқаларды байқамадым. Елессе де елемегендей болады көбісі. Ал бұлай жасау дұрыс емес. Бұйыртып бұл жолы оппонентін ұтып алатын болса көресіздер. Артқа кіргіштердің қарасы қалай артатынын. Балаға қазір қолдау өте маңызды. Мұны ол міндетті түрде көреді. Көңілі марқаят. Артылған сенім үдесінен шығу үшін тырысады. Бұлар баланың белін буу керек. Еспулаевтың даму жолында оған демеушілік көрсетіп жүрген Аламан компаниясында тілге тиек ете кету керек. Нұрсейіт Жылқышыбай бастайтын бұл ұжым Саламаттың шетін дәрумендеріне ғана емес, сондай-ақ қаржылай да зор көмек көрсетіп келе жатыр. Алаш проектта жүргенде қамқорлығын алған Аламан Саламаттың қазіргі деңгейіне жетудегі себепшілердің бірі. Сондықтан Аламан өнімдерін сатып алу арқылы сіздер де болашақ чемпионның мансабына үлес қоса аласыздар. Шындығын айта кету керек, бұл қолдау әрине жеткіліксіз. Спортшы қаншалықты биіктей түссе, соншалықты шығындарды артады. Мысалға, осы жолғы Америкаға сапарда спортшының жанында менеджер ақ барыпты. Ал бәрі жетіп тұрса, қасына бапкер мен бір-екі спарринг қарсыластарын ілестіріп жіберсе де болушы еді. Бірақ амалдың жоғынан осылай жасап отыр. Файтердің бұл Америкаға алғаш рет баруы. Бірінші рет мұхиттың арғы бетінде төбелеседі. Осы бір айқастан қазақ ұланы мәртебелі жеңіспен оралса екен деген тілекпен жүрейік ағайын. Ал енді өткен жексенбі күні орын алған әлемді шулатқан жекпе-жек жайлы айтып өтейін. Бұл Египеттегі Гиза пирамидаларының етегінде өткен бокс кешіндегі оқиға. Аса ауыр салмақтағы әлемнің ең үздік боксшысы украиналық Александр Усик пен голландиялық кикбоксшы Рика Верхувен арасындағы чемпиондық ғой. Кездесу басталмас бұрын бұл мисс-матч ретінде қаралған. Рика Верхувен өзінің төл спортында әлемді бағындырған мықты болғанмен, бәрібір бұл оның аймағы емес болатын. Профбокс мүлде бөлек әлем емес пе? Дегенмен Рико әлемді таң қалдыра білді. Атақты чемпионмен болған ұрыста ол тек 11-ші раундқа жетіп қана қоймай, визуалды тұрғыда артта қалған 10 раундта үстемдік танытқан болатын. Төрешілердің шешімімен осы сәтке дейін ол 2-1 есебімен ұтып та тұрған екен. Әйтсе де 11-ші раундта жеңіліп жатқанын сезген Александр ва-банкке кеткен еді. Қарсыласына ашық ұрыс ұсынып, соққы алмасуға көшкен. Әйтпесе бұған дейінгі раундтарда оның тактикасы тіптен жүрмей қойғанда. Қорытындысы не болды? Усиктің соққыларының бірінде оң қолдан жасалған апперкот қарсыласқа өтіп кеткенде Верхувен алдыға созыла құлаған болатын. Осы сәтте раунд аяқталуына әлі 20 секунд қалғанда төреші голландиялықты орнынан тұрғызып, еш жиюға мүмкіндік беріп, ары қарай жалғастыруға жол ашты. Мұнда қызыл көрген қырандай жемтігіне ұмтылған Усик үсті-үстіне соққыларын жаудырған. Нәтижесінде қазарласып, жекпе-жекті тоқтатты. Енді осы үшін ерте тоқтатылу болды. Ол ажыратпай тұрып гонг соғылып қойды. Үзіліске кетіп 12-ші раунд болу керек еді деп шулауда.
Жеке пікірімде бәрі дұрыс, тоқтатылу орынды болды. Ары қарай жалғастырған күннің өзінде 12-ші раундта ауыр соққыдан Рико құлайтын еді. Бұдан ол денсаулығына орасан зор зардап тигізермеді. Бір сөзбен ештеңе өзгерместей. Ал жалпы Усикке не болды бұл жерде? Неге ол басқа спорт өкіліне қарсы ерте бастан қару таппады? Мәселенің негізгі астарында қарсыластың менсінбеушілік жатқандай. Әрине өз салмағында өзінен әлдеқайда ірі мықты деп саналған талай мықтыны сансыратқан чемпион Верхувенді қалпақпен-ақ қағып аламын деп ойлаған. Бірінші ретте оның атақты қорғанысы жұмыс жасамады. Білесіздер ме, оппоненттер оған оқ жаудыра бастағанда ол жабылып қалып қарсыластың үстіне төніп түк жасатпай қоюшы еді. Бұл жолы Рико Верхувен қоян қолтық ұрыста керемет қимылдайтындығын байқатты. Міне осы жердегі қателіктен соң Усик кикбоксшының ойын тактикасына көндікті. Проблемалар осында басталып еді. Арты абыроймен аяқталған қандай жақсы болған. Верхувен реванш сұрап бастады. Меніңше бұл түкке қажет емес. Бірінші ретте Верхувенге өйткені қарындасым болса, Александр енді бұлай қателік жасамайды. Басынан бастап қаһарын төгіп, ертерек алып тастайды. Терең нокаут көріп тұрмын. Ал чемпионның ендігі қадам қандай дейсіздер ме? Енді ол германиялық Хэви Агит Кабаэлмен шығады деп жатыр. Мынасынды көрген ауыр жігіттердің көздерінде от пайда болды. Усик қартайды, енді оны жеңуге болады деп елпіруде. Мен олай ойламаймын. Келесі жолы біз праймдағы патшаны тағы да көретін шығармыз. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.